Быйылғы жаңа оқу жылында тек қалалық мектептерге ғана жоғарғы оқу орындарының 59 түлегі жұмысқа қабылданды. Олар бастауыш сынып, жағрапия, тарих, шет тілдері мен дене шынықтыру пәндері бойынша сабақ беретін болады. Сафон Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияға ғана 3 бірдей жас маман қабылданыпты. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасы Серік Жолдасов биыл Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетін тамамдаған. Қолына диплом алғаннан кейін Петропавл қаласындағы Сафон Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияға өз түйіндемесін жіберіп, жұмысқа қабылданыпты. Еңбек жолын енді бастаған жас маман алдына үлкен мақсаттар қойып отыр. Балдарға Қазақстанның патриоттық сезімін оятуда, елім деп еміренетін, тілім деп тебіренетін, ұлтым деп ұрандайтын, жұртым деп аянбайтын, терең тарихын зерделей білетін, жарқын болашағын бағамдайтын, өскелең ұрпақтарды, өнегелі елдегі өскелең ұрпақтарды тәрбиелеу негізгі мақсатым табылды. Соны мен алдыңғы мақсат етіп қойдым. Сол мақсатқа жетуге міндеттерді қойдым. Соған Құдай қаласа жайлап осы оқу орнын таңдадым. Жұмыстар. Білім ордасына жаңадан келген тағы бір мұғалім Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін тарих пәні бойынша бітірген Сәния Сәбитова. Бірнеше мәрте осы мектепте оқу тәжірибесінен өткен ол енді жұмысқа алынып отыр. Балалармен жақсы қарым-қатынаста болуды алға қойдым, жақсы жұмыс істеу, оларды өзіме тарту бірінші ойым, әдісім. Содан кейін тек қана сабақты лекция несінде ғана емес, түрінде ғана емес, олармен тікелей жұмыс жасау. Олармен манағыдай қазіргі біздің заманға байланысты интерактивті тақталармен мысалы соларды көбінесе көрсетіп, тек қана қағаз жүзінде, дәптер жүзінде ғана емес, осындай 21 ғасырдың заманына сай осындай құрылғыларды қолданып, солай сабақ өткізгім келеді. Сафон Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияда бүгін 64 ұстаз сабақ береді. Олардың ішінде көп жылдар бері еңбек етіп жатқан тәжірибелі де білікті мамандары бар. Биылғы оқу жылында біздің ұжымға жаңа жас мамандар келді. Оларды құшақ жая қарсы алдық. Өйткені біздің ұжымымыз өте тату ұжым. Және негізгі пәндерден бұл география, тарих және биология пәнінің мұғалімдері. Тәлімгерлер бекітіледі әдеттегідей. Және осы мамандарға тек қана тәлімгерлер емес, әрбір ұжымның мүшесі көмектесуге дайын. Білім ордасына жұмысқа келген тағы бір жас маман Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетін тамамдаған Айгерім Райымбекова. Биыл мұғалім атанған ол орта буын сыныптарына биология пәнінен сабақ береді. Әсел Оразбаева, Дулат Мусафиров, ақпарат.